Ішкі істер министрлігінде жедел криминалистика қызметі күніне орай үздік криминалист мамандар марапатталды. Саланың қалыптасуы мен дамуы туралы айтылып, қызметкерлердің жетістіктері сөз болды. Айтулы күн елімізде алғыс айту күні және ішкі істер органдарының криминалистика қызметінің құрылу күні. Осы екі мейраммен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға мықты денсаулық, бақыт, отбасыңызға береке бірлік тілеймін. Жас мамандар еңбекте жетістіктерге жете берсін. Жаңа Қазақстанның жарқын болашағы үшін жұмыс істеп, абырой беделдерін арта берсін. Қылмыс орында айғақтарды іздеп, әрбір дүниеге зердемен қарап, қаскөйдің кім екенін анықтау криминалистің негізгі міндеті. Асқан төзімділік пен мұқияттылықты талап ететін қызмет ішкі істер органдарында үлкен маңызға ие. Айтулы күні жедел криминалистикалық бөліністердің жеке құрамы, ардагерлер мен зейнеткерлері құрметке бөленіп, марапатқа ие болды.